12 жасқа толған балаларға арналған. Көмекбай Қарагөзов атындағы нөмірі 235-ші мектеп гимназиясы сапалы білім мен саналы тәрбие ұштасқан, өзіндік дәстүрі қалыптасқан білім ордасы. Бұл мектеп оқушылардың зияткерлік әлеуетін дамытуға, шығармашылық шабытын ашуға және де салауатты өмір салтын қалыптасуға бағытталған жүйелі жұмысымен ерекшеленеді. Армысыз көрермен, бүгін біз осы мектепте ұзақ жылдардан бері еңбек етіп келе жатқан дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Нөкеев Райхан Тәуекелұлының кәсіби жолына тоқталатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазір мектеп дәлізіндеміз. Оқушылар мен ұстаздардан Райхан Тәуекелұлы жайлы пікір біліп көрейік. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Есімдеріңіз? Махмут Нұрдәулет. Бақтыбай Айзере. Біз мектептеріңізге арнайы Райхан Тәуекелұлын түсірейін деп келіп отырмыз. Жалпы Райхан Тәуекелұлы ұстаздарыңыз сіздерге сабақ бере ма? Ол кісіні танисыздар ма, білесіздер ме? Сол жайлы пікір білдірсеңіздер. Бізге Райхан Тәуекелұлы дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Жалпы Райхан Тәуекелұлы біздің мектебіміздің ардагері, ұлы ұстазы, әрі біздің мақтанышымыз. Біз Райхан Тәуекелұлы арқылы тек қана дене шынықтыру пәнінен емес, өмірлік те сабақ аламыз. Тамаша, көп рахмет. Жалпы ағайымыз сіздерге сабақ қосымша үйірмелер жүргізеді екен, сол турасында сіздерге басқа мұғалімдерден қандай ерекшелігі, айырмашылығы бар? Райхан ағай маған бастауыштан бері сабақ беріп келе жатыр. Және де мен өзім робототехникаға қызығам. Райхан ағай айтты маған, сен робототехникаға қызығасың ғой, неге роботтар мен асықтарды қоспасқа деді. Мен мақұл ағай көрейін дедім. Және де роботтар істеп шығардық, асық ататын роботтарды. Және де ағай айтты, қасыңа бір-екі шәкірттерді шақырып алып, сайыс ұйымдастыр деді. Мақұл ұйымдастырайық деп, қалалық, мектепшілік кезеңдерден өткізіп, осы асық ататын роботтар сайысын өткіздік. Және де Райхан ағай өте ақкөңіл, активист ағай, кем дегенде 90 сайын 2 немесе 3 сайыс жарыстар өткізеді. Тамаша, көп рахмет. Райхан Тәуекелұлы мектебімізде тәжірибелі маман, 30 жылдан астам еңбек өтілі бар, өзіндік авторлық ойындары бар. Асық ату ойыны бойынша сол ұлттық лигада, облыстың, республикада намысын қорғап келеді, төрешілік жасап келеді. Оқушыларымызды асық атудың түрлері бойынша жарыстарға шығарып келеді. Біз шығармашыл мұғаліміміз, ұстазымыз Райхан Тәуекелұлына шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта жұмыстарына сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, Райхан Тәуекелұлы. Өзіңізді түсірейін деп, сіздің тәжірибеңізбен көрермендерге бөлісейін деп, арнайлап мектептеріңіз келіп отырмыз. Жалпы біздің алғашқы дәстүрлі сұрағымыз, дене шынықтыру пәні мұғалімі болуға не себеп болды? Жалпы бұл жұмысыңыз балалық арманыңызбен байланысы бар ма? Мектеп қабырғасында жүргенімізде дене шынықтырудан сабақ беретін Амангелді деген ағайымыз бір күні мектепке келіп маған ұсыныс қылып, сен Шымкент дене шынықтыру Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық институттың дене шынықтыру факультетіне направление жолдама берейін, оқуға барасың ба деп. Мені атанам Уральскіге басқа жаққа оқытуға, жаңа құрылыс жағына ниет білдірген. Бірақ енді мен спорттан жақсы болғасын келіп айттым атанама. Мен осыған түсейін, арманым бар. Келешек жақсы спортшылар шығарарын. Қарсы болған жоқ. Шымкент сол 10 сынып бітіреміз. 10 сынып бітіргеннен кейін жолдаманы алып, сол Шымкент қаласында Мұхтар Әуезов атындағы институтқа тапсырғам. Жалпы осы ұстаздық жолға келген кезде, мен бағана байқадық, 37 жылға жуық ұстаздық
еңбек өтіліңіз бар екен. Осы жылдар арасында есте қалған ерекше сәттеріңіз бар ма? Қарақұм совхозына алғашқы келіп еңбек еткенімде сол совхозда мына ауылдардың селолық ауылдық жарыстар болатын болды. Соған жаңағы совхозда жарыс өтетін жер дайындау керек болды. Мені сол кәсіподақ ұйымының совхоздың жетекшісі шақырып, сіздің мектепке өткіземіз. Осы жерге не керек, не дайындайсың деп. Сол кезде мен түнде келді жаңағы цемент, мына площадкілерді, волейбол, баскетбол, жүгіру площадкілерін асфальттауымыз керек. 4 машина асфальт келіп тұр. Сағат түнде соны 9-дан 11-ге дейін ойын болады. 11-ден өте келді, ойын аяқталып, сол ауылдың азаматтары қайтып атқан кезде машина келді. Сонда 4-5 жігіт таң атқанша соны жайдық. Сол еңбегіміз ойымнан кетпейді. Сол кезде сол совхозға өткізу үшін мен енді мектептің оқушыларын бәрін единый форма қылайын, бір түсті форма қылайын деп ата-аналарын жинадым да, бәрінен размерін алдым, балдардың киімдерінің размерін алдым. Сосын директорге ескерттім. Мен Шымкенттен алып келейін, өзім оққан жерімнен, көп жерді танимын, білем деп. Енді 3 қапшық, 2 рюкзак киім алып келдім, спорттық киім. Сондай оқиғалар болды. Тамаша, керемет. Енді оқиғаларыңыз өте бір ерекше екен. Жалпы осы 235-ші мектеп гимназиясына қай жылдары келдіңіз? Жалпы бұл мектептің басқа мектептерден қандай айырмашылығы, ерекшелігі бар? Нақты осы мектепке 98 жылы январда келдім. Январда келгеннен бері еңбек етіп келе жатырмын. Бұл мектеп киелі шаңырақ, нағыз қазақтың қаймағы бар. Ұлттық мектеп, киелі мектеп десек артық айтпаған болар едім. Бұл жерде керемет ұстаздар, еңбектің үздіктері сонда еңбек етті. Айта кететін болсақ, Маралбек ағайымыз, жаңағы Аманкүл апайымыз, Күләш апайымыз, көп деген ұстаздар. Енді осы мектепте алғашқы келгеннен мен енді осы балдарды тәрбиелеу, мына мектептердің алдына шығайық. Қарап отырсақ, осы Қызылордада 198 және 23-ші мектеп алда тұратын. Спорттық сайыста. Спорттық сайыста. Неге осылардың алдына шықпасқа? Сонан эстафета болады. Дайындаймын балдарды осы жерде. Ол кезде үйірме жұмысына қаражат төленбейді. Мен енді қосымша жаңағы жартылай жалақымен мына стадионда тренер болдым. Осы жерде сабағымды берем, өзімнің балдарымды дайындаймын. Сосын сол жерде бір күн үлкен залда жаңағы стадионда жаңағы дайындық жүргізем. 30-40 баладан. Ал енді сол балдарым жарыққа шықты ғой. 2 балам Азия чемпион болды. Наурызалиев Қуаныш деген бала бір күні звондайды. Ағай, рахмет сіздің еңбегіңізге, сіздің дайындаған спортыңыздан мына ұшқыш болуыма үлкен себепкер болдыңыз. Мен соған жақсы тапсырып өттім спортынан деді. Рахметін айтты. Азия чемпион болып жатқанда Қырғызстаннан ата-ана звондады. Мен Құлдас Азаматтың мамасымын. Рахмет, сіздің еңбегіңізді балаңыз ақтады, Азия чемпионы болып жатыр деп. Ал енді сонда бір марқайып, рахаттанып қалып жатсың. Ол еңбегіңнің қайтып жатқаны. Келесі сауалым, жалпы қазір жасанды интеллект, смартфонға тәуелділік, одан кейін әлеуметтік желіге тәуелділік деп балалар телефоннан баса алмайды. Бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында спортқа қызығушылық қалай? Қазіргі оқушыларды спортқа қалай қызықтырудасыз? Сол кездегі балдардың спортқа ерекшеліктері мықты болды. Алғашқы кезге келгендерім. Керемет. Балдар
мен қатты сөйлеп жатырмын ба, ұрсып қойып жатырмын ба, менен қашып кетпейді ол балдар. Қашып кетпейді, қайтып келеді. Бірақ мен құшақтаймын, жақсы әңгімемді айтам. Ер бала болсын, қыз бала болсын, қашпайды. Әне, жарыста мысалға жүгіріп жатқанда құлайды. Бір күні бір баланың аяғы шығып кетті. Ал енді мен ойлаған жоқпын, бардым да, ұстадым да, бір тартып жіберсем, тырсита қалды. Сол бала қайттан жүгіріп кетті. Бір қызымыз жүгіріп келе жатып құлады. Мен бірінші келе жатырмын. Ал соның видеоларының бәрі менде бар. Жүгіріп құлады. Жүгіріп бардым да тоқтаған жоқпын. Мойныма асып алдым да, жүгірдім де, аяқтаттым да, алынар кетті. Екінші ойынды жалғастыра берді. Міне менің балдарымның, қыздарымның нағыз қойы. Қазіргі балдардың қызығушылықтары мына телефон, тағы басқа жаңағыдай. Жалпы осы сабақтарыңызда ұлттық ойындарды қолданудың тәрбиелік маңызы қандай? Асықтың шиыру әдісі, асықты дәлдікке үйіру әдісі, соған байланысты мен құрылғылар жасадым. Асық қақпасын жасадым, асық мешенін жасадым, нысана, қамба ойын нысанасын жасадым. Соны сабақ, бір арнайы сабақ қылып өткіздім. Бес асық қалай ойнатылу керек, қандай тәртіп ережелер бар. Соны өткіздім. Балдардың қызығушылықтары керемет болды. Асық ойындарын ойнаған баланың бойында қандай қасиеттер дамиды? Мына асық спорт қой. Бұнда қимыл бар. Қимыл. Сен 10 минут ойнайсың ба? 10 минутте жүгіріп ойнағасын үлкен қимыл болады. Еңкею бар. Мына қолдың моторикасы, аяқ бұлшық еті, көздің моторикасы, дәлдікке үйрену. Бұл қасиет, шеберліктер. Ойлану шеберлігі, дамыту, ату, мергендік, қимыл қозғалыста бұл төзімділікке де бейімдейді. Бұл Баяғы асық ойнаған азар деген дүниелердің барлығы өткенге қалды ғой енді қазір. Жалпы енді өзіңіз қаншама чемпиондар дайындадым дедіңіз. Сол чемпиондардың жеңіске жетуінде бойында қандай қабілеттер болу керек? Баланың бойынан ерте бағалайсыз ба? Мысалы, келген кезде мінезінен, оның болмысынан болашақ чемпион екенін анықтауға бола ма, әлде өсе келе белгілі бола ма? Жүгіру, жеңіл атлетиканы айтайын. Жеңіл атлетикада 40 баладан алам 2 клубтан. Содан қалатыны 4-5 қыз, бір 5-6 бала қалады, 10 шақты. Ал енді сол балдардың бойындағы қасиеттерін байқайсың. Үндемейді, төзімді спортқа, спорттан қалмайды, ерекше бір бойында намыс бар, қызығушылық бар. Міне, осы спортта қалмайды. Енді міне қазір асыққа дайындап жатырмын ба? Асықта да жылына 20-30 дайындаймыз. Қарап отырсаң, сирей береді. Сирей береді. Жыл соңына дейін. Иә. Қазір мені 3-ші класстан бері дайындаған балам, остырғанда нанын жеп жатыр. Результат көрсетіп жатыр. Қаланың чемпионы болып жатыр. Облыстың чемпионы болып жатыр. Республиканың жүлдегері болып жатыр. Міне, сонда бұл спортқа бейімдегенде де мықтылары қалады да, өзі соған икемділері қалады. Икемділері. Ал сосын жүрегінде оты бар балдар қалады. Мына спортта алып шығам деп. Спорт болғаннан кейін жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Енді жеңіске жеткеннен кейін белгілі бала шабыттанып, әрі қарай спортты жалғастырғысы келіп тұрады. Жеңілгеннен кейін баланың салы суға кетіп, ұнжырғасы түсіп қалмас үшін қандай өзіңіз ақыл кеңестер айтып, баланың ішіндегі намысты оятып, қайсарландырып, қайраттандыра аласыз? Иә, енді баладан бұрын баланы дайындайсың ғой, өзің дайындайсың. Бұл еңбек қой. Баланы дайындасаң, сен жеңіске жетесің. Біліп тұрасың. Өйткені сен жарысқа қатысып жүрсің ғой, мен қатысып жүрмін. Кім қалай жүгіретінін білем. Сосын кімді қандай дистанцияға қоюын білем. Мына асықта да мысалға командный ойнаған кезде бірінші мықты баланы қоюға керек. Сосын үшінші мықты баланы қоюға. Араларын салыстырасың. Сосын қарсылас ойыншыларың, ана балдарын білесің, кім қай сақаға қойып жатыр, бірінші сақа ма, екінші сақа ма, сол балдарына реттеп қоясың. Осындай нелерін білу керек. Сол кезде баланың шебер несі,
30 болады. Енді сенің балаң дайындап ұтса, қуаныш қой ол деген. Сенің мойныңнан бір жүк түседі. Өзің рахаттанасың, қанша күн дайындап алып барған. Ал енді мынандай болды ғой. Балдарым ұтылып қалып, жылайтын балдар болды. Намыс қаттырсын. Ұтылып қалады, жылайды кәдімгі. Енді қалай қыласың енді? Ұтып тұрып, беріп қойған қиында, қолы жүрмей қалады. Мысалға, мына асықта сондай. Бір жақсы атып келесің де, шешуші сәт келген кезде, сен өзіңді еркін сезініп қаласың, я болмаса ұтам дейсің. Міне, осындай ойға беріліп қалсаң, қолың жүрмей қалады. Қарсыластың ойыны жақсы болып кетеді. Бұл ойында түрлі нәрсе ғой. Жалпы өзіңізді қалай шабыттандырасыз? Қазір енді жаңа айтып өттіңіз, қазір жастар жұмыс жасап жатыр, жасыңыз келді, демалмайсыз ба деген секілді дүниелер айтылады деп. Жалпы сондай сәттерде өзіңізге қалай шабыт сыйлайсыз? Мынандай жарыс өткіз дейді, мысалы, кеше Аманат партиясы да беріп отыр. Қарамайым. Қалалық спорт бөлімінен де. Ана жастар ресурс орталығы да тапса, ағай, маған мына ұлттық ойынды өткізіп бересің ба дейді. Бұл жерде шабыттан рахат қой, баланы білгеніңді үйретсең, білгеніңді алғаның жақсы ғой. Мен қаяққа арқалап кетем. Менің үйреткенімді алып жүрсе, мысалға қуанасың. Мен педколледжге барсам, педколледжде оқушыларым ілуді. Менен бітірген. Агроколледжде де, медколледжде де оқушыларым суретте ілуді тұр. Спорттан жақсы. Ол сенің еңбегің емес па? Сол нәтижең емес па? Шәкірттер жетістігі сізді әрдайым шабыттандырады. Біздің түсінуіміз бойынша. Сол. Көп рахмет бүгінгі сұхбатыңызға уақыт бөлгеніңізге, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ұлттық өнерді, ұлттық спортты дамытудағы жұмысыңыз әрдайым жемісті болсын. Бүгін біз Көмекбай Қарагөзов атындағы нөмірі 235 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Нәукеев Райхан Тәуекелұлының кәсіби жолымен таныстық. Сыр ұстаздары әрдайым білім биігінде.